Бұл Ұлы Жібек жолының маржаны, шығыс пен батыстың алтын көпірі болған аңыз қала Отырар. Мұнда өркениеттің тамыры терең жатты. Базарларында әлемнің асылдары саудаланса, медреселерінде ілімнің нұры шашылды. Отырар кітапханасы Александриядан кейінгі ең ірі қазына, адамзат ақыл-ойының киелі ошағы еді. Қала халқы бейбіт күннің қызығын көріп, болашаққа сеніммен қарайтын. Алайда 1219 жылдың күзінде көкжиектен қара бұлттай қаптаған Шыңғыс ханның қаһарлы әскері көрінді. Дипломатияның орнын өшпенділік басты. Отырар елшілерінің өлімі ұлы соғыстың тұтануына себеп болды. Көп ұзамай алып қабырғалардың айналасында мыңдаған моңғол жауынгері сап түзеді. Дабыл қағылып, қала қақпалары тарс жабылды. Отырар өзінің ең ауыр сынағына 6 айға созылған қоршауға бет алды. 6 ай бойы қала берілмеді. Қайыр хан бастаған сарбаздар қабырға үстінде қасық қаны қалғанша арпалысты. Моңғолдардың тасатарлары мен қамал бұзар техникалары да қаланың рухын сындыра алмады. Алайда сыртқы жау емес, іштен шыққан сатқындық қана Отырардың тағдырын кесті. Түн жамылып ашылған қақпа қала ішіне ажал септі. Қанды қырғын көшелерге көшіп, әрбір үй, әрбір қарс жер үшін шайқас басталды. Отырар отқа оранды. Ғасырлар бойы жиналған ілім, баға жетпес қолжазбалармен бірге күлге айналды. Мәдениеттің ошағы болған қаланың күлі көкке ұшты. Бірақ ер рухы бағынбады. Қайыр хан соңғы сәтке дейін тізе бүкпеген күйі, қаһармандықпен тарихқа енді. Бүгінде Отырардың орнында үнсіз қалған төбешіктер ғана жатыр. Бірақ оның ерлігі мен қасіреті біздің ұлы тарихымыздың өшпес парағы болып қала бермек. Өткенді білмей, болашақ жоқ. Отырар біздің жадымыз.